Телефонмен кіре берейік па? Телефонсыз кіріңіз, жол сұраңыз. Жо, телефоннан неғып қорқасыздар сонша, подполковник? Жо, сізге бір қауіп төне ма, или телефонмен басыңызды ұрып жарайын деген ба? Неден сонша қорқыныш? Жо, сыртта тұрсаңызшы деймін, да? Жанбол Рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Жалпы жағдаймен танысыз ба? Не үшін келіп тұрғанымыз? Ойыңызшы? Жалпы ойымша Байтелекова Баянның ұлының. Оқиға қашан болды? 8-ші қаңтар күні болған. Бүгін қаншасы? Бүгін 14-ші ақпан 2024 жыл. Қанша уақыт өтті? Bir айдан асты. Bir ай, бір апта өтті. Іс неге қозғалмай жатыр? Іс әкімшілік іс қазір сіздің мамаңыздың алған дене жарақаты бойынша қосымша сараптама тағайындалған. Себебі? Себебі дене жарақатын нақтылау мақсатында. Нақтылау мақсатында. Сараптаманы алып кеп мына жақта оқып бересіз ба қазір? Несін нақтылағыңыз келіп отырсыз? Ол жерде бірінші сараптамада жеңіл дене жарақаты берілген 12-ші қаңтар күні. Ол жерде енді біз сарапшыға қосымша сұрақтар қойдық. Ол қандай ненің әсерінен алуы мүмкін? Сіздер ұйғарым жібересіздер ғой ар жаққа. Сол кезде сол сұрақты қойып жібергенсіздер ғой. Сіздер не қымыз жатсыздар? Сіз бір сұрақ қойдыңыз болды ғой. Жоқ, ол жерде эксперттің өзінің көрсеткен дене жарақаттарын біз қандай салдарын алуы мүмкін. Жоқ, сол ұйғарымда учаскелік инспектор Данияр барлық сұрақтар қойып жүрген. Осы мезгілде, осындай уақытта, осындай оқиға болды, содан алу мүмкін ба деді. Мінекей 8-ші қаңтар 2024 жыл анықтады ұйғарым сараптама тағайындау туралы екінші бөлігінде жазу тұр инспектор. Жарақат болса олар қашан, немен және қалай салынған және орналасу жағдайлары қандай, денесінің қай жерлерінде орналасқан және осы алынған дене жарақаты қай дәрежелі дене жарақатына жатады деп полиция капитаны ыбыраш жіберіп қойған. Міне, нақты сұрақтар қойылып қойған. Сізге не деді сарапшы? Мүмкін деп жауап бер жерде. Дәл сол оқиға болған күні, яғни 8-ші қаңтар күні дәрігер-хирург Бектаев жарақаттар қарау барысында диагноз сол қол иық аймағында жұмсақ тіндер соғылған, сырылған жарақаттары бар дейді. Жаңа ұйғарымында инспектордың соған жауап 4 күннен кейін 12-ші қаңтар күні сот сараптамалар институтында тұжырымдар. Жоғарыда көрсетілген дене жарақаттар қатты доғал жұмыр жиекті қырлы келген заттың әсерлерінен алуы мүмкін дейді. Ұйғарымда жеке куәланушы және куәланушы өзі айтып көрсеткен уақытына сәйкес пайда болуы ықтимал дейді. Сот сараптамасы ешқашан дәл содан алынды демейді, ықтимал дейді. Денсаулықта қысқа уақытта 3 аптадан астам емес мерзімге қалпынан бұзылу белгісіне сәйкес денсаулыққа жеңіл мінекей дәрежелі зиян келтіретін жарақаттар қатарына жатады дейді. Енді ол жерде сарапшының қорытындысында бізде енді әкімшілік іс қозғалу үшін сараптың қорытындысын біз жеңіл дене жарақат деп берген, ол қатты доғал заттың әсерінен деп берілген. Доғал деген қандай болатынын білесіз ба? Сол себепті мен ол экспертке ол кісінің алған дене жарақаты сол қолының иық бөлігінің ішінде қанталаған 4 жарақаты. Соған тікелей сұрақ қойдым. Сіз осы айтылған дене жарақаты қолдың қысу салдарынан болуы мүмкін ба деген. Ол эксперт бүгін қазір экспертизаға 3 күн. Қаншасы жібердіңіздер оны? 12-сі жауапты алдыңыздар. 12-сі күні ол кісілердің жауапты алған жоқ. 12-сі күні ол кісілер тағайындап біткен. Тыңдаңыз, 12-сі күні жауабы қорытындысы шығып қойған. Сіз қазір жалған ақпарат бермеңіз. Жоқ, жалған ақпарат беріп жатқан жоқ. 12-сі күні қорытындысы шыққан. Біз 18 күн алдық. Себебі? Одан кейін себебі тоқтаңыз. 18 алуыңыздың себебі неде? Енді бізде ауа райының қолайсыздығына байланысты барып ала алмадық қолма-қол. Ауа райының қолайсыздығы ма? Сіз 2024-те өмір сүріп жатсыз ғой, қалай? Енді мен айтып алайын енді. Қай жақта тұрып жатсыз? Тас жол тұрғын мына жерде. Қойдыңыз ғой. Мен айтып алайын енді. Қазір екінші қосымша сараптама тағайындалды. Сараптаманың қорытындысы кеткеннен кейін сіздің анаңызды шақырып келгеннен кейін таныстырып
біз әкімшілік құрамы болатын болса Созақ ауданы сотына жолдаймыз. Тыңдаңыз, қосымшаны қашан жібердіңіздер? Қосымшаны осы 12-сі нәтижесі шықты. алдыңғы апта жібердік, алдыңғы апта. Күнін нақтыласаңыз, алдыңғы апта. Енді ол күнін мен нақты сізге айта алмаймын. Не үшін? Ол себепті ішке кіріңіздер, мен қолымда материал. Шақырсаңыз осы жерге іс жүргізіп жатқан инспекторды. Мен ішке кіріңіз, мен қызметтік бөлмем бар. Жоқ, біз телефон тастамаймыз. Осы жерде бәрі ашық, халықтың қоғамның бақылауында болсын. Осы жерге шығарыңыз, біз сізді күтеміз, жарай ма? Кабинеттің кілтін біреуге беріп алдырып бермейін жаным сізге. Жоқ, барып қайтыңыз, біз осы жердеміз. Болмаса жүріңіз. Емес па? Или камерамен кіре берейін. Кіре берейін ба? Мырза? Камерамен Жамал Рахматулла, назарыңызда қазір Созақ аудан Шолаққорған кентіне келіп тұрмыз. Ауылына 8 қаңтар күні дәл Жібек жолының көшесіндегі Қазпоштаның директоры бір жас отбасына қойшы шопан етіп пайдаланып, жалақысын бермей, соны әпкесімен, яғни менің анаммен барып, жылы түрде бір 10 мың теңгеден болса да, ақшаң жоқ болып атса, 238 бас қойың бар, 14 сиырың, 56 жылқың бар. Ақшаң болмай жатып, сон беретін ақшаң болмай тұрса, сондай кедей болып жатсаң, 10 мың теңгеден болсын бөліп бер дейсе, сол күштеп, мен сендерді керек болса танымаймын да деп, баратын жеріңе барыңдар деп, прокуратураны айтып жатыр, сотты айтып жатыр, полицияны айтып жатыр, мен анам шағымданам деп, баратын жеріңе бара бер деп кекетіп отқанын көрдіңіздер. Сол 8 қаңтар болған, қазір 14 ақпан, бір ай бір күн өтті. Медициналық сот-мед сараптамасы 12 қаңтар күн, яғни оқиғадан кейін 4 күннен кейін бірден шығып на жаққа алыңдар деген, бұлар жаңағыдай алмаған бір апта, сосын оны алғаннан кейін енді осы ақпан айында ғана, қаңтарда емес, ойластырып на жақта ауыз жаласты ма, бір құдай біледі, соны қайтадан жіберіпті ар жаққа сот сараптамасы. Ал бізде әкімшілік құқық бұзушылық кодекс туралы заңнамада, кодексте 62 бап бар. 2 айдың ішінде әкімшілік құқық бұзушылыққа тартылмайтын болса, протокол толтырылмайтын болса, қылмыскер дейміз ба, не дейміз, сол жауапкершіліктен заң бойынша босатылып кетеді. Бұлар сол бір ай бір апта өтті, біз үнсіз отырдық, күттік, не істейді деп 3 аптасы қалды. Соны қазір барынша созып, хаттаманы әлі протокол толтырмаған, күзетшінің үстінен де жаңа Нұрлан Смайлов ауданның әкімінің замының қайнатасына әлі хаттаманы толтырмай, солай қысқартып жіберуге барынша тырысып жатыр деген күдікпен қазір келіп тұрмыз. Жаңағына жергілікті полиция басқарма бөлімінің басшысы сөзден қашып жатыр да, бара алмадық дейді, ауа райының қолайсыздығы. Көлік тұр астарында, міне джип тұр, асфальт тұр, мінекей оңға қара, солға қара бәрі джипта жүрді. Полицияның астына мемлекет беріп қойған, енді мынаның себебін қарай көр. Қазір енді көрейік. Жамал Рахматулла, бейне және аудио жазым жүруде. Кезекші прокурор немесе бас прокурор кім келеді? Қайсысы бар? Шақырсаңшы. Не бойынша, кім шақырып жатыр дейміз? Сіз кімсіз, келіңіз, таныстырыңыз өзіңіз. Ау, айта беріңіз. Ашпайсыз ба есікті? Қонақтарды үйіп қарсы аласыз ба? Жоқ, қонақ қарсы алам, кімге едіңіз? Звондап айтайық та. Есікті ашсаңызшы. Мемлекеттік ғимаратта кіру проблема болды. Немене? Жо, не қылып ашпай тұрсыз? Түрмес па? Түрмес па? Арызым қаяқта жазам? Жоқ, арыз жазасыз ғой сіз. Жатып алып жазайын ба осы жерде? Ескертуім керек та. Мен айттым ба кімге келгенімді? Кімге келдіңіз? Есікті ашыңыз деймін. Кезекші прокурорға келдім. Кімге келдіңіз айтсаңызшы, мен ескертейін. Мен ше, прокурордың бәрінің атын жаттап жүремін ба не? Прокурордың кімге келгенін қақтан білемін? Болды. Ашса есікті. Мына күзет дегендер, кім күзет деген? Формаңда бірдеңе бар ма? Күзет емес, жерде. Кімсің? Қарауылым осы. Жо, түсіндім ғой, енді бір агенттіктен шығарсың, жеке өзіңсің. Бас прокурор, сіздерге адамдар қалай арыз шағым айтып кетеді? Мына жерде 2 адам келіп тұр. Қоғамның белсенділері келіп тұр. Бізді кіргізбей тұрғанда жаңағыдай ақшасын аламай жүрген адамдарға кет дейтін шығар. Жон аңғарсыңшы. Кім мынау? Сіздерде бір устав бірдеңе бар ма? Ат жөніңіз атыңызшы. Мақсат, фамилияңыз? Кіріңіз. Қазақ. Жалынды бәрін кіріп прокуратураға. Жалынды бәрін кіріп. Мына жерде тізеңе қойып па, терезенің алдына қойып па шағымданасың ғой? Прокуратураға шоқ қойған, Созақ ауданы. Мынаны қараңыз әлеке, бос та, өйткені ешкім кіре алмай кетеді да.
әйтеуір сыртқа қоймаса бұны енді сыртқа қоймаса қалай бұған тастайды, қат тастайды, арыз шағым тастайды, дұрыс па? Мына соңғы рет ашылғанның күні жоқ, бұл өмір сол күй тот басып қалған ғой, ол ешкім арызын жазамай кеткен ғой, мына жерде соны. Тот баспаны қараңыздар, мына жасаңыздар şimdi. Уағалейкум ассалам. Салыңыз деймін. Подполковник па? Жанбол Рахматулла, бейне және аудио жазым жүруде. Мына жерде бірінші есікте отыратын кісінің аты жөні кім еді? Тіке кіргенде. Ол кісі қайда? Ол кісі қазір больницада. Аха. 8 қаңтар күні осы жібек жолында Қазпоштадан отделение. Жоқ, осы жерде сөйлесек та? Режимный объект. Жоқ, режимный объект деген не екен? Ойларына келген жасап бітті. Қадағалаушы орган емес те ол, неге режимный объект ол? Бұл жерде не бар? Жоқ, бір тюремщиктер бар ма? Аха. Дұрысыңыздар. Ойымызда шағам жоқ біз. Өріж қайда? Не деп тұр, оқысаңшы? Оқысаңшы. Телефон жағы. Көрсеңші пунктін бірден, көп сөз қылмай. Көзіңіз бар ғой, көріп көрсеңші. Кешім сұрайды. Қызық екен, я? Жақсы сөйлесесіздер. Прокуратура режимный объектке жатпайды бұны, обжаловать етіп көреміз. Тыңдаңыз. 8 қаңтар күні Қазпоштада қандай оқиға болған? 8 қаңтар күні Созақ ауданы Шолаққорған ауылында Жібек жол көшесінде Қазпошта бөлімшесінде қандай оқиға орын алғанынан хабардарсыз ба? Жалпы бұқаралық ақпаратта шыққанда ол кім бар аудан прокуратура неге полиция бөліміне тіркелген. Қазіргі таңда өздеріңізге баяндағанша полиция бөлімімен сараптама тағайындалып отқаны жөнінде. Яғни сіздің анаңыз болайық, по-моему. Иә, мен анам. Қосымша соның әрекет күтіп отырып, нәтижесін. Қараңыз, сараптаманы 8 күні тағайындағанда 12 күні қорытынды шыққан. Қосымша сараптама тағайындалды. Себебі нақты қолында қандай да жарақаттардың, қолында қандай да қолдың күшінің арқасы нәтиже бар ма, соның қысу әрекеттер сол бойынша. Жоқ, соны ұйғарымда учаскелік инспектор сұрақты бірден қойып жібереді. Мен тәжірибемде. Сіздің тәжірибеңізде бұндай болып еді? Олар кімге полицияға біз бардық, полиция аумен Аллаху акбар болды. Қазір шағым деп жоқ содан полиция. Сол септігіңіз тигізе аласыз ба? Мен қазір не үшін барамын ордан бір? Бізге түсіндіру үшін сіз неге барамын деп. Біздің заңды құқығымызды қорғаушы емес па? Осы Қазақстан Республикасының азаматымызды сол кезде сіздеріне қоғам белсенділері Қазақстан Республикасының азаматынан бір заңдылықтан шектетілген ба? Біз сіздер сұрап тұрмыз, өйткені полиция қазір сіздерге жауап берген шығар полиция қызметкерлері? Жоқ деймін, сізге айтып тұрмын. Неге жоқ? Мен прямой беріп тұрмын, 1,5 сағат болды. Қазір шығамын деді, жоқ содан. Шығара аласыз ба, күшіңіз жете ме аузыңыз, құзыретіңіз? Хабарлассақ қазір сотымызды. Күресеңіз жаныңызда тұр. Қайда кеттіңіз сіздер? Мына жерде ғой, бара салайықшы, құрдырымызға. Бара салайықшы. Міне тұрғы ғимарат. Осыған барғысы келмей тұр. Полицияның сыртында ешқандай не жоқ. Прокуратура қазір шақырамыз деді ғой. Әңгімем жоқ. Мына жақтағы адамдар Әңгіме жоқ. интернетте шағымданып жатқан болатын. Шағымда бәрі орынды екен, мен жай ғана бір іш пысқан адамдар ма десем, сөйтсем прокуратураға сенің құқығыңды қорғайтын бақылаушы органның есігін табалдырығын сөз жерін тоздыратын сияқтысың ғой, кіргізбей тұр ғой бізді. Қарапайым өзінің заңды құқығын толыққанда білмейтін, заңды меңгермеген кісілерге қандай мына жақта физикалық тұрғыда емес, моральдық қорлық көрсететін адамдар ғой. Bir arığı жоқ ішінде. Сиыр жылқы не істетпейді деш соғым. Полицияның жергілікті полиция басшысы қазір шығам, құжат аламын деді кетті. Сол үй жоқ. Мынау да шығам екен, енді көрейік. Қазір мына прокуратураға келіп, бір жігіт шықты тағы да. Подполковник мырза. Қазір хабарласып шақырам деді, бұл кісіге кетті енді. Бізге уақыт бос бізге уақыт бос. Құзырлы органдардың қалай жұмыс істеп жатқанын біз жеткізсек, бүгінгі үлкен жұмыс ол. Өйткені министрлік, бас прокуратура, Берік Ақылды мырза. Біраз уақыт өткен соң шығып тұр міне.
бізге мына жеке недоступный кезде біз қазір көрдік. Күзет арқылы кіреді екен. Бұны не үшін қойдыңыздар? Жаңа прокуратураның тапсырмасымен көзбояушылық бар жоқ. Ондай көзбояушылық ашық тұр ғой. Мына халықтардың жалпы түскенге байланысты біз алып не аламыз ғой. Мерзімі болатын шығар мөрмен бірге. Қай күні ашылған соңғы рет? Енді ашық тұр ғой көрсеңіз. Канцелярия бар ма? Неге өздерінің ережесі бойынша мөрмен қашан ашылған соңғы рет қойылмаған? Бұны арнайы жабылған ашық түрде өзі көріп тұрсыз ба? Ар жағында көрсеңіздер қолы көріп тұр. Ішінде не бар, не жоқ екенін енді одан. Бұл бөлмеге мына жәшікке жетем дегенше біраз әңгіме болды. Қарапайым адамдарды сіздер кіргізбейсіздер деген ойға келдік біз. Ондай ойды не қылмаңыздар. Келген жұмысымыз туралы не айтасыз? Қазір кесінде енді Инспектор екеуін шақырдыңыздар ма? айтылды қазір келу керек. Отырыңыздар. Неге? Просто мынадан кейін алып, үші қазір кесек, бірі отырып, обязательно сіз осылармен кірем десеңіздер, просто бізде режимный объект дұрыстыңыздар. Прокуратураның режимный объектке енгіз деген? Жалпы бұл АФК бойынша экстремизм сәйкес біздің жалпы енгізілген, одан кейін неге сәйкес? Экстремизм жалпы бойынша. Одан кейін облыс прокурорының бұйрығы бар. Мына өліп қалған прокурор ғой 19-да? Атымды айтпа қоя? Не, өліп қалды ма? Қалай фильтровать? Өлді ғой? Тірі ма? Тірі ма? Тірі ма? Тірі емес қой? Ол кісінің өзі атымды айтпасын менің деп маған условия қойғанда адамдар арқылы. Содан кейін айтып отыр, атын енді ешкім атамайды өліп қалды ғой. Фильтровать дейді, шағымдансаңызшы мен үстімнен. Фильтровать етпей жатыр сөзін деп. Фильтровать ету деген бандитский жаргон сөздер емес па? Енді естіп тұрмыз ғой прокурордың сөзі. Аузынан өзін. Базар фильтруй дейтін сияқты біреуге. Ашын базар, ашын күрес дейшті. Жаргон. Енді? Мен екі рет отырғызған, білесіз ғой, мен ашарисім ғой қазір. Екі рет отырғызды, бірақ іштеге дәлелдеме қайта шығар. Бірінші 10 қылмыстық іспен отырғызды, мынау. Осы, ол кезде Берден. Кезін мына кісі отырғызды. Берден қай жылдар еді? Мен 19-да отырғызды. Сосын мына кісі тағы отырғызды. Жеңіл санаттағы қылмыстық іс 2 жылдан кейін ашылмайды прокуратураның. Бірақ бұл 2 жыл 4 айдан кейін арсыз басқасыз қайтып болған. Баға берілді ғой, оны мен қазір. Баға берілгенде әлі шағымданамыз ғой, әлі жазу керек, үкімет өзгеріп жатыр, президенттің көзқарасы өзгеріп жатыр. Так, подполковник Айветпен есіміңіз кім еді? Алмас, Алмас дей берсем Айветпен шығарсың. Жарайды, кезекші прокурор, негізі сіздің тәжірибеңізде қаншалықты жиі болып тұрады инспектор немесе МПС-тің басшысы сарапшылардың сот-мед сараптамасын әділет басқармасына бағынышты олардыға күмән келтіріп қосымша сұрақ қоятындай жиіліктік. Жаңағы ашылған мән-жайлар бойынша болмаса, бірақ мен нақты мен өзім тағайындаған сараптама орындалмады. Енді полицияның қазір өзінен сұраңыздар, қанша сараптама тағайындағаны болса. Жоқ, сіздің тәжірибеңізде деп тұрмын ғой, ол болмаған. Менің өзім тарапынан да тағайындаған экспертизалар бойынша ондай болмаған ғой. Егер де қосымшада талап ететін болса, комиссия ондай тағайындауға ондай әрекеттер болған. Қанша уақыттың ішінде 12-сі сараптама дайын? Одан кейін 3 апта өткеннен кейін қайттан тағайындауға. Кесін сұрайық, несін барын білейік. Жоқ, мән-жаймен таныссыздар ма деп сұрап жатырмын да жалпы. Жалпы қазір несін итоговый несін шыққан жоқ. Өтірік айтып тұр. Қорытынды 12 қаңтар күні 1 айдан астам бұрын сарапшының нөмірімен бірге қорытынды шығып қойған. Шыққан жоқ деп қояды. Не қып кетті, шағырайын. Нарыс қайтып кетті тағда. Келадым деп. Ол жақ. Скорее всего, сол қысқартып тастаған. Сол қайтып ашып жатыр ғой, менің ойымша енді, менің ойым, өз ойым. Сендер қалай білесіңдер? Жоны қарапайым азамат болса, маған кез келген адамның жүйкесі шыдамайды маған. Иә. Енді халықпен қалай жұмыс істеп жатқанын бақылаушы органдар бақылайды ғой енді. Біз бұны Америкаға барып, бір
Қытайға, Россияға барып шағымданамаймын. Естіп тұрсыз ғой әлеке, менің подполковник та қанша жыл қызметінде қорытындыны қайттан тағайындау жайлы тәжірибесінде болмаған. Ал Қазпоштаның бастығы, зам әкімнің қайнатасының мәселесінде қанша жылдық тәжірибесі бар адам сонымен бірінші рет кездесіп тұр. Мінекей, мал мүлкің болса, бізде шолақ қорғанда ма, шолақ қорғанда. Жәбірленуші Бәйтерек баянның өзі осы кісі жаңа осында жүреді ғой. осында жүр. Құжаттармен таныстырайын. Өткенде таныстырғам ол кісіге. Сіз түсініктемесін неге өзгерткіздіңіз? Мен түсініктемесін ешқандай өзгерткізген жоқпын. Өзгерткізген жоқпын деп тұрсыз ба? Өзгерткізген жоқпын. Сұрақтар қойылды ол кісінің түсініктемесінде. Ал енді осы іс материалдар бойынша басқа да сұрақтарыңыз болса Түркістан облысы полиция департаменті пресс службасына хабарласуларыңызға болады. Сол кісілер толыққанды сіздерге жауап береді. Қозғалып отыр, уақыттың қатысына болды. Қаяқта қозғалып отыр. Қаяқта болды. Біз Созақ ауданында болды. Енді не қылып қосып тұрсыз? Шағымдансаң шағымдан бәрі ештеңе шықпайды деп тұрғаныңыз ғой бұл? Жоқ, ондай мәселе емес. Енді провокацияға шақырып провокация? Қайта тағайындалған сараптама қорытындысына сәйкес процессуалдық шешім қабылданғаны жөнінде жәбірленушіге қай күні 6 ақпан күні қайта сараптама тағайындалды. 12-сі күні болды. Сонда 3 аптадан кейін неге 3 апта өтті? Соған толыққан жауап. Қалған нәрсені Түркістан облысы полиция департаментінің пресс службасына. Жоқ, сіз 3 апта не үшін күттіңіз, не күттіңіз деп жатырық қой. Жауап бермейді? Прокурор? 3 апта не күткен екен? Жоқ, біз доппыз ба сонда? Не болды? Не үшін 3 апта бойы сонда бір соғымға келістіңіздер ма? Не істедіңіздер? Түсіндірсеңізші, ұйықтадыңыз ба, ауырдыңыз ба? Ондай нәрсені айтудың қажеті жоқ. Жоқ, себебін айтсаңшы, 3 апта не істедіңіз? Жәбірленушінің. Бірінші түсініктемесінде қосымша сұрақтар қойылды. Алған дене жарақаты мәселесінде. Мінекей мына бір айдан кейін қайталған түсініктемесі 3-ақ сұрақ қойған, 3 сұрақтың 2-уіне жауап беріп қойған. Мынау 8 қаңтар күні берілген түсініктемеде. Сұрақтарын көрейік. Сұрақ: Смайлов Нұрлан нақты сізге қандай күш қолданды дейді. Жауап: Смайлов Нұрлан менің сол қолымның білегінің және иық тұсымнан қатты қапсырып, шеңгелдеп қысып ұстап, бір уыс етін жұлып алғандай болды. Шымшыма деп жан дауысым шықты дейді. Міне, екінші сұрақты өтіп кетейік. Негізі бұл істің бәрі, істі жапқылары келіп атқан себебі, жабудың амалы осы екінші сұрақта болып тұр. Үшінші сұрақты оқиық. Күзетші Самат па, кім аты, Іздебаев сізге қандай да бір күш қолдану әрекетін жасады ма дейді. Менің оң қолымның білегіме жармасып, әбден жұлқылап, күш салып, есікке қарай сүйреледі, оң иығымды 3 күн көтере алмай жүрдім деп жауап берген. Енді қараңыз, сізге күш қолданды ма дейді Қазпоштан бастығы Смайлов. Мына жерде Іздебаев күзетші сізге күш қолданды ма дейді. Ал мынау 8-ші күні жазылған түсініктемесінде, міне, онсыз да жазылып қойғанда бұл сұрақтарына жауап онсыз да тұр. Бірақ бұлардың көксеп отқаны істі жабудың амалы мына екінші сұрақта жабылып көрсетіліп тұр. Қазір міне 8 күн түсініктемені оқиық. Күзетші оң қолыма жармасып тағы да сүйрей бастады дейді. Міне, Іздебаев кабинетке кіре салып, оң қолым деп, оң қол шатастырғысы кеп тұр ғой. Шатасып, сіз өтірік айтып тұрсыз дегісі кеп тұр. Сүйрей бастады. Ал бастықтың өзі менің сол білегімді қатты ұстап, қысып, жылмалап, екеуі екі жақтап дуалға соғым дейді. Мына жерде міне сол қолымның дейді Смайлов. Көрдіңіз ба? Бастығы деп тұр. Шатастырып адамды, жаңағыдай сіз жала жауып тұрсыз дегісі кеп тұр ғой. Енді бұлардың ең көксегені мына екінші сұрақта болып тұр. Сіз сот орындаушы медиатор қоғам белсендісі болып таныласыз ба дейді. Не үшін жақшаның ішінде тұр ғой? Сіз болып таныласыз ба деген не ол? Мен ешқандай сот орындаушы медиатор қоғам белсенді емес, зейнеткермін дейді. Мына аудандық учаскелік инспекторлар мен патрульдердің басшысы Тұрсынбектің сұрағын қарай көріңіз. Қоғам белсендісі немесе медиатор не заңгер емессіз, онда не үшін келдіңіз дегенге теңеп тұр ғой. Сонда адам өзінің сіңілісі, інісі, әкесі, шешесі үшін сұрау алуға, оларға көмектесуге баруға болмайтынға келтіріп тұр ма сонда? Егерде жаңағыдай анашым телефонына түсіріп, жаңа күзетші Іздебаев пен Қазпоштан бастығы Смайлов Нұрлан күш қолданып атқан түсіріп алмағанда, бұлар полициямен ауыз жаласып, жаңағы Қазпоштан директоры мені бопсалауға келді, өздерінің киімін жыртып, осындай
бәле жабуға келден де тайынбас еді бұлар. Жаңағыдай видео дәлел болмаған кезде егер. Видеода көріп отырсыздар ғой, Қазпоштаның директор қаншалықты өзіне, өзінің малына сенімді отқанын. Прокурорыңа да бара бер, сотыңа да бара бер, полицияңа да бара бер деп кекетіп мұқатып отыр қарапайым адамдарды. Сол мәселе бойынша Түсініктемені беріңізші біріншіден. Дәл осы жерде қазір ақ қағазға қара қаламмен жазылған. Жәбірленушінің өз кезінде іс материалдарымен Жүріңіз машинамен таныстырып. Жүріңіз. Сіз бірге жүресіз бе? Өтініш сізден айып етпесеңіз. Ең бірінші түсініктеме сізде бар ғой? Арызда бар, я? Болды. Соны көрек. Не өзгергенін көрекші? Жүріңіз бе машинада? Жоқ, машина емес, мен жәбірленушіні алып кіріңіздер. Жоқ, өз жерде сөйлесейік те мен. Жоқ, мен сіздерге іс материал таныстыруға міндетті емес. Жәбірленушінің өзіне ғана таныстыруға. Жәбірленуші сұрайды қазір. Тұрыңыз өз жерде. Ішке кірдіңіз. Жон аңғарса, таяғы да камерадан кетіп баратыр. Ашып отқан жоқ камерадан. Келсеңіз өз жерге. Жаурадыңыз ба, куртка берейік па? Жаурадыңыз ба, куртка берейік па, или машинада пеш қосайық па? Жоқ. Келіңіз өз жерге. Қашпаңыз. Өтініш деп тұрмыз ғой? Жауап берсеңізші, сіз де күтіп қой, 2 сағат қой. Саламатсыздар ма? Іс материалдармен өткенде таныстырдым ғой Баян апай. Тұрсынбек. Қалай таныстырды сізді? Тыңдаңызшы. Жүріңіздер, ішке кірейік, мен айтып Телефонмен кіреміз онда. Телефонның ішінде қару жоқ, тексерсеңіздер болады, рентгеннен өткізіп. Сіз ішке кірмейсіз ба? бұл кісіні тіркеп кірмес, телефонын алып қалды, анасын кірді. Телефонын алып қалмайды, келіңіз өз жерге, камераның алдында. Телефонын кіре алмайсыздар. Жоқ, кешеңіз сіз не қорқып отырсыз телефоннан? Балаңыздағы той жоқ, киіп алғансыз, көшенің балдары ұқсап. Сіздің полицейский уставтағы сай ана формаға сай кеткенмейді ғой. Жәбірленуші, бәйтерек Баян апай келеді, кіргізсін. Инспектор. Қайдағы инспектор ғой, формасы бір-біріне совпадение келмейді мұна. Жүрсін қарашы. Талтаң. Міне. Еді. Көрдіңіздер, қашып жалтарып жүргенін. Анық айтатыны болса, тазасы болса, неге дәл осы жерде тоқ етерін шығарып, тарс-тарс етіп айтып тастамайды. 3 апта бойы неге созды 3 аптаға? Қабденов сізге айтсын деп жатыр ғой, облыстық департаментке бар деді. Қабденов. Ең бірінші видеода айтқан болатынмын, бұл істі генерал Қабденов Мұрат, облыс департамент, полиция департаментінің басшысы барынша қысқартуға тырысады деген болатынмын. Дәл сол мені алдымыздан келіп тұр. Дәл айттым, сол кезде айтқаным, дәл қазір мені көріп тұрсыздар. Айтатының болса бара бер дейді. Шағымдан дейді ма, не дейді, ақпарат сояқтан ал дейді. Бермей тұр ақпаратты. Мен прокурор тұр бұна жерде. Шықсаң жаққа азаматтар қабылдау бөлмесіне. Майор. Майор, мына жердеміз, бәрін естіп тұрмыз. Шығыңыз сыртқа. Прокурор көмекшісі. Азаматтар қабылдау бөлмесіне келесіз ба, өтініш? Азаматтарды, яғни бізде қабылдау бөлмесі арнайы бар. Соған келіңіз сұраймыз. Майор, келіңіз жалтармай. Ішке қарай көрсетіп тұр прокурордың өз. Мыналарды қадағалаушы, шағым алушы адам бірге сөйлесіп солармен. Созақ ауданының полициясы жаңағы майор, жергілікті полиция бөлімінің басшысы және прокурорына азаматтарды қабылдау бөлмесіне келіңіздер десек те, телефондарыңды тастап полиция бөлімінің ішіне келіңдер дейді. Азаматтарды қабылдау бөлмесі сонда не үшін ашылған? Кімге керек? Не керек одан? Полиция егер бәрібір о жақта азаматтарды қабылдамаса. Мінеки, полиция. 20 метр жүрдік полиция. Қаншама азаматтарымыз бар. Жұмыс берушілермен тек қана ауызша келісіп, бір қағаз қолдарын алмаған, келісім шарт жасамаған, қазір еңбек ақыларын, маңдай тер еңбек ақыларын ала алмай сорлап жүрген. Солардың біреуінің
оқиғасына куә болып отырсыздар. Бұл жас отбасыға әртүрлі моральды психологиялық қысымдар көрсетілуде. Бұның жаңағы айтып өткендей күйеу баласы әкім арызыңды ала сал. Бұл бәрібір сен жеңе алмайсың бұл сотта. Бұл бай, адамдар таныс тамыры көп. Сенің тірлігің бәрібір болмайды, қоя сал деп әрқайсысы қысым жасап жатыр. Мен өзіме қол жұмыстамақшыда болдым. Қысым көргеннен кейін бала шағамды ойлап қойдым. Тіпті қорққандықтарынан өз-өздеріне қол жұмсауға итермелеп жатыр десек те болады. Сондай ойда туындап жатыр екен, ойларынан өз аузынан естіттіңіздер. Осыған құзырлы жауапты органдарға айтарым. Отбасымен бір қайғылы оқиға орын алмай тұрып, өздеріңізге атқарған міндетті істеңіздер. Не дегенмен сіздерден барып нан сұрап жатқан жоқ, отбасын бағып берші деп жатқан жоқ. Жұмыстарыңыз үшін жалақы алып, отбастарыңызды бағып, күліп ойнап, той думан жасап жүрсіздер. Сол үшін кішкене болсын еңбек етіп қойыңыздар арасында. Рахмет назарларыңызға. Байланыста боламыз. Жамбыл Рахматулла жөнім.